Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен осындай үй жағдайында жасалатын дәмді пицца дайындаймыз. Ол үшін ұн керек, оған дрож, тұз, шекер, жылы сүт және жылы суды құйып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Мен осындай кетчуп қолдандым. Егер майонез болса, оны да жақсаңыздар болады. Мендегі қамырдан 3 пиццаның қамыры шығады. Пісуіне аз қалған кезде шұжығымызды бетіне сеуіп, пиццамыз дайын, нәзік, дәмді. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздерге осындай пайдалы кеңестермен, дәмді тағамдармен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған жансая ас болсын.